Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін торттың сыртын қаптауға осындай әдемі крем жасап үйренетін боламыз. Бұл торттың да жасалу жолы менің арнамда бар, толық көре аласыздар. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды салып, үстіне қант ұнтағын салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Бір келкі масса болғанша миксерлеп алатын боламыз. Бұл кремнің жасалу жолы оңай, әрі өте дәмді крем. Және де сары майды ең сапалысын алыңыздар, 82%-дан жоғарысын. Міне біздің массамыз бір келкі болды. Енді үстіне творожный сырымызды салып, тағы да бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда сіздерге көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Міне біздің креміміз дайын, өз формасын жақсы ұстап тұр. Мен үстіне розовый пищевой краситель қостым. Сіздер қалауларыңызға қарай әртүрлі түстен қоссаңыздар болады. Тағы да бір келкі масса қалдырып, араластырып, кремімізді қолдана берсек болады. Міне біздің креміміз толықтай дайын. Енді мен осындай насатканың көмегімен тортыма жағып шықтым. Өте керемет өзінің массасын ұстайтын кремдердің бірі. Сіздердің пайдаларыңызға жарасын. Жасап көрсеңіздер болады. Дәмі де ерекше, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мен кукла торттың осы креммен сыртын қаптап шықтым. Дәмі ерекше болып шықты. Сіздер жасап көрсеңіздер болады. Өте ерекше торт шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Айдана.